Жаңалықтардың бүгінгі санында Яндекс Музыка отандық ән әлемінің жаңа есімдері. Қазақтың 8-ші қазынасы. Музыка адамға сөзсіз тыныштық сыйлайтын өзгеше әлем. Бұл әлемдегі сан түрлі бағыт дәл осы өнер арқылы әнші мен тыңдарманды табыстырады. Бүгінде тек әндермен ғана емес, ақындық және композиторлық қырымен танылып жүрген Аят сол әлемде өзіндік үні мен қолтаңбасы бар өнер иесі. Менің ән жолым ол поп және R&B, ұзақ жолмен жұмыс жасалған бұл жанрға келу үшін. Әнші балалық арманын орындап, анасына арнап керемет ән жазған. Анашым әні тарихы өте үлкен. Бала кезден адама арманым бар еді, бір ән жазғым келеді. Себебі мен өзімнің ішкі жан дүниемді, сезімімді адамның бетіне қарап тура айта алмаймын. Анама да ешқашан айтпағанмын. Осы әнмен өзімнің ішкі жан дүниемді, ішкі толық сезімімді анама жеткізгім келді. Аят мырзаның аяулы жандар асыл аналарға арналған туындысын Яндекс Музыкадан тыңдай аласыздар. Яндекс Музыканың Искра жобасында әншілерге беретін қолдауы ол өте үлкен, менің ойымша көмек. Себебі естілмей жатқан, шығалмай жатқан, елге танылмай жатқан артистер өте көп. Яндекс платформасы негізі көп әншілерді көтеріп жатқан платформалардың бірі деп айтса болады. Себебі ол Қазақстан жүйесінде жақсы орын алып тұрған платформалардың бірі. Отандық музыка күннен күнге дамып, жаңа белестерді бағындырып келеді. Ең бастысы жас дарындар өз бағыттарын айқындап, тыңдарманға жол табуда. Ал цифрлық платформалар соның ішінде Яндекс Музыка. Олардың шығармашылығының кеңінен таралуына өз үлесін қосып отыр. Сапалы ән мен тың туындылар қашанда Яндекс Музыкада қол жетімді. Құрметті менің тыңдармандарым, мен сіздерді жақсы көрем ішкі жан дүниеммен. Себебі менімен болып жатқандарыңызға, менің әндерімді тыңдап жатқандарыңызға сіздерге үлкен рахмет. Музыканың тілі жоқ, музыка әрбір қандай тілде болмаса да, оны тек жүрекпен ғана жеткізуге болады. Сіздердің жүректеріңізге жетіп жатырмын деген сенімдемін. Үлкен рахмет сіздерге. Құрметті көрермен, Той-Думан телеарнасындағы ерекше жобаны жіберіп алмаңыздар. Той-Думан телерадио компаниясы мен Қазақ эстрадасының жұлдыздары кез келген тойға тосыннан кіріп, той иелерінің қуанышын бөлісіп, халқымыздың салт дәстүрін, береке мен бірлігін дәріптейді. Той елдің қуанышы, халықтың ырысы. Шын мәнінде той қазақтың 8-ші қазынасы. 8-ші қазына бағдарламасы әр шаңыраққа шаттық, қуаныш пен жылулық сыйлайды. Жаңалықтар легімен таныстырған Ақнұр Молдағали, амандықта қайта жүздескенше Той-Думаннан алыстамаңыздар.